Қазақстандық кәсіпқой боксшы Али Ахмедов келесі кездесуін желтоқсан айында өткізеді. Мансабында 16 жекпе-жек өткізіп, бәрінде жеңіске жеткен ол Геннадий Головкин мен Камил Шеремета жекпе-жегінің андеркартында жұдырықтасады. Бұл BoxRec сайтының ақпараты. Әзірге оның қарсыласы белгісіз. Бір анығы, бәсеке 12 раундтан тұратын болады. Өздеріңізге белгілі болғандай, Triple G 18 желтоқсан күні ақштың Флорида штатындағы Холливуд қаласында Камил Шереметаға қарсысын өткізеді. Ахмедовте қазір екінші орта салмақтың WBC International Silver белбеуі бар. Оның құқығы Triple G Promotions компаниясына тиесілі. Соңғы рет Али өткен жылдың қазан айында американдық Эндрю Эрнанdeспен шығып, нокаутпен жеңіске жеткен болатын. Сонымен қатар Головкин Шеремета шоу аясында британдық Джон Райдер, американдық Ота Джонс, Решат Мати және Джалан Уокер, оңтүстік кореялық боксшы қыз Хен Ми Чойда кездесулерін өткізеді. Олардың да қарсыластары әзірге белгісіз күйде. Ал әлемдік бокс жанкүйерлерінің дәл қазір назары аңызға айналған былғар қолғап шеберлер Майк Тайсон, Рой Джонс кездесуінде болып отыр. Көптен күтілген жекпе-жек осы демалыстарда Калифорния штатының Карсон қаласында өтеді. Бұл жекпе-жек туралы біз жағы ашпасақ, қазақ батырлар арнасына да үлкен сын болар еді. Сондықтан аталмыш бокс кездесу туралы аз-кем ақпарат беруді жөн көрді. 54 жасар Тайсон мен 51 жасар Рой Джонс арасындағы бәсеке әрине ерекше ережелермен өтеді. Қартаң тартқан қос боксшыларды шаршатып алмау мақсатында жаңа ережелер бекітілді. Калифорниялық атлетикалық комиссия басшысы Энди Фостер осы ережелерді баршаға таныстырды. Сонымен кездесу 2 минуттан тұратын 8 раундқа жалғасады. Боксшыларға шлем киюге мұқтаждық жоқ, жалаң баспен шығады. Сондай-ақ олар 340-та 194 граммдық қолғаппен бокстасады. Егер боксшылардың бірінің қабақтары жарылатын болса, сол сәтте кездесу тоқтатылады. Екі боксшы да толықтай медициналық тексерістен өту керек және ВАДАдан допинг тексерулерден қаралады. Бұдан бөлек Фостердің сөзінше, кездесуді ресми төрешілер жұмыс жасамайды. Сондай-ақ жеңімпаз есімі де жарияланбайды. Несі бар, бұл бір қызықты оқиға болғалы тұр. Олар екеуі де бокстағы таңғаларлық чемпиондар, екеуі де спорт аңыздары. Бұл кездесуді Қазақстанда хабар арнасы жексенбінің таңында тікелей эфирден көрсететін болады. Айтпақшы, сенбінің таңындағы Елеусінов Индонга жекпе-жегінде хабар арнасынан тамашалауды ұмытпаңыздар. Бұл жігіттер жартылай орта салмақтың IBF Intercontinental белбеуін сарапқа салады. Қос боксшы кездесу алдында көз арбасу рәсімін өткізді. Санитарлық талаптар сақталғандықтан қос боксшы бір-біріне жақындай алмай, оқыз мінез танытпады. Мұндайды біз бірінші ретте Индонга жағынан күткен болатынбыз. Сөз соңында тағы бір ақпарат. Желтоқсанның 18-і немесе 19 күні өз кездесуін өткізгелі отырған Садриддин Ахмедовтың де жекпе-жегі белбеу үшін болады. Боксшының промоутері Камил Эстефан алдағысында Садриддин WBA Intercontinental белбеу үшін сынға түседі деп хабарлады. Әзірге кездесудің нақты өтетін күні де қарсыласы да белгісіз. Сондықтан мұнда әзірге жақ ашып бір нәрсе айту мүмкін емес. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Осы бейнероликті WhatsApp, Facebook, Instagram және VK арқылы таратуға көмектессеңіздер тіптен тамаша болар еді. Біздің Instagramдағы парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сілтемесі бірінші коммент делініп тұр. Назар қойып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті күндері көп болсын.